Мен Ұлан каналыма қош келдіңіздер. Мен қазір Қараталдың жағалауындағы орман арасында жүрмін. Қараңыздар. Негізі жұмыстан қайтқан кезде кейде осы орман арасында келіп, бір 20 минут, жарты сағаттай серуенде жүрем. Енді ол әдетім болып қалған негізі. Енді бүгін сіздерге мен амандасу жайында біраз әңгіме айтқым келіп отыр. Қазіргі кезде жастар арасында, одан кейін орта буын ағаларымыз, әпкелеріміз шыны керек амандасу дегенді ұмытқан ғой. Амандасасың, бетіңе бадырайып қарайды. Енді барлығы деп айтпаймын, ондайдан аулақпын, көпке топырақ шашпаймын ғой, бірақ амандаспайтындар бар негізі. Қатты айтсам ренжімеңіздер, иә. Негізі амандаспау деген ол үйдегі тәрбиеге байланысты ғой. Үйде бала қандай тәрбие алады, өскенде тура соны қайталайды. Сондықтан балаларыңызға алдымен амандасуды үйретсеңіздер екен деймін. Сәлем сөздің анасы дейді. Енді сіздерге тарихтан бір мысалдар айтқым келіп отыр. Тарихта мысалға самурай мен самурайлар дуэльге шыққан кезде бір-біріне иіліп сәлем береді. Одан кейін гректер мен римдіктер шайқасқан кезде кәдімгідей бір-біріне амандасып, одан кейін барып соғысқа кіріскен. Одан кейін тағы бір мысал, 1914 жылы ағылшындар мен германдықтар, яғни ағылшындар мен немістер соғысқан кезде 1914 жылы соғысты тоқтатып, екіге бөлініп, жаңа командаға футбол ойнаған ғой. Бұл тарихта Рождество бітімі деген атпен тарихта қалды. Одан кейін өзіміздің мысалы қазақ тарихында, батырлар мен батырлар шайқасқан кезде бір-бірімен амандасып, одан кейін бір-бірімен жөн сұрасып мысалға, одан кейін барып шайқасқан ғой. Бұл былайша айтқанда көрегенділік пен сыйласымдықтың белгісі. WhatsApp әлеуметтік желісінде болсын, өмірде болсын мысалға амандасып жүру керек. Кейде мынандай сөздер естіп қаламыз мысалға, амандасу үшін лайық болу керек қой деген сияқты. Ондай әңгіме болмайды негізі. Жас баланың әңгімесі ғой ондай. Мысалға тарихта бір-бірімен жауласқан ата жаулардың өзі бір-бірімен амандасады ғой. Ал амандаспау деген ол енді білмеймін не деп айтуға болатын. Қазақта тамаша бір сөз бар. Амандасқанның айыбы жоқ дейді. Амандасып жүріңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.